Достар, біздің телефонымыз прослушкада ма немесе прослушкада емес пе, оны қалай білеміз? Яғни біздің телефонымыз прослушкада болатын болса, оны және қалай өшіреміз? Сол туралы айтып өтейін. Демек, біз алдымен наборлық вызовқа кіреміз. Бұл жерден біз набордан жұлдызша решетка 21 решетканы басып, кез келген сим картамыздан жібереміз. Яғни біздің қайсы осы телефонымыз прослушкада тұрған немесе тұрмағанын көрсетіп береді. Егер прослушкада болмайтын болса, мінекей не переотрыван деп шығады. Егер прослушкада болатын болса, бізде прослушка деп жазылып тұрады. Және астан нөмірде де көрсетуі мүмкін. Және ОК кнопкасын басамыз. Егер де бізде қосылған болатын болса, оны өшіру үшін наборға кіреміз. Жұлдызша решетка 002 решетканы басып, кез келген сим картамыздан жіберетін боламыз. Бұл наборды жібергеннен кейін сіздің передрасельный вызовыңыз қосылған болса, отключение деп шығады. Бізде қосылмаған, сол үшін бізде дәл осылай шығады. Каналға лайк, подписка басуды ұмытпаңыздар, достар.